Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн. Бүгін тақырыптық жоспарлаудың видеосын салатын боламын. Білім класында ашамыз. Білім класстан мына жерде мұғалімге таңдап тақырыптық жоспарлауды жазамыз. Және мына жерде тақырыптық жоспарлауды қосу. Негізгі пән болса, негізгі пән, ал егер дот болса, қосымшаны таңдайсыздар. Келесі оқу жылы 90, өзіңіздің жасайын деп жатырған 90-ыңыз, және мына жерде сынып, пәніңіз, оқитын сыныбыңыздың тілі, және аптасына бір реттен болса 8 сағаттан деп жазамыз. Және КТП-ларыңызды бөлек Word-пен ашып алыңыздар, сол кезде оңай болады. Ctrl-C копировать басып көшіріп алсаңыздар болады. Тақырыпты қосу деп қалғандарын қосып шығамыз. Және мына жерден сақтауды басамыз. Сақтауды басқаннан кейін міне бізде сақталды. Енді мұғалімге астындағы КТЖ бөліміне өтеміз. КТЖ бөлімінде жасайын деп жатырған сіздің сыныбыңызды таңдап аламыз. Іс-әрекет батырмасымен өтеміз. Мінекей, мына жерде екі мұғалімнің аты шығып тұр. Енді өздеріңіздің топтарыңызды таңдап аламыз осы жерден. Таңдап алдық, сол кезде сіздің ғана сабақтарыңыз шығады. Мына жерде ешқандай тақырып жоқ. Енді бұл тақырыптық жоспарлауды импорттау деп импорттап аламыз. 9-шы сынып. Мінекей, жаңағы тақырыптық жоспарлауда жасаған көркем еңбек пәнінің 9-шы сынып ұйғыр сыныптарына арналған 2-ші 90-ның КТП-сы мына жақта дайын тұр. Соны қосу батырмасымен басамыз. Және мына жерде галочкаларды қойып, кестеге сәйкес жариялаймыз. Импорттау басамыз. Тақырыптық жоспар мына жаққа енгізілді.